Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге алдағы мереке күндеріне арналған дастархандарыңызға осындай әп-әдемі, өте тойымды және дәмді болып шығатын авторский салаттың дайындалу жолын көрсететін боламын. Дайындалуы өте оңай. Менімен бірге дайындап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті азық-түліктер ол бізге 2 дана қияр, қайнатылған жұмыртқа, алма, краб таяқшалары, ананас, жүгері, яғни кукуруза, сонымен қатар майонез немесе қаймақ. Ең алдымен краб таяқшаларын, яғни крабовые палочки дейміз ғой, соларды қатты ұсақтап емес, орташа етіп, кубиктеп, яғни 4 бұрышты етіп турап аламыз. Жұмыртқаны да осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Ананасты да 4 бұрышты етіп тураймыз. Ананасты консерва түрінде, не болмаса свежий түрінде де қолдансаңыздар болады. Қиярды тураймыз, яғни огурцыйды да осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Алманы да осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Салаттың толық жазбаша рецептісін осы видеоның астынан да көре аласыздар. Алманы турап болғаннан кейін осылай жүгеріні саламыз. Майонезді саламыз, немесе қаймақты. Дәміне қарап аздап тұз салып араластырамыз. Міне біздің авторский салатымыз дайын болды. Осылай әп-әдемі, дәмі өте керемет әрі тойымды салат болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұйырса, алда көптеген рецепттер болады. Кездескенше сау болыңыздар.